Жалқау мысық пен ұры тышқандар. Ала мысықтың кішкентай күнінен маңдайы терлеп, еңбек етіп, тамақ тауып ішкен күні жоқ. Басқа мысықтардай сарайдан тышқан аулау, қожасының ас суын тышқаннан қорғау деген онда жоқ. Қайта тышқандарға қосылып, ет болса далаға алып кетіп, май болса қарынды тесіп, сүт қаймаққа түсіп, әбден тойып алып, пеш үстіне пыр-пыр ұйықтайды. Ала мысықтың ұйқыға кеткенін біліп алған тышқандар қорқынышсыз ән салып би билейтін болса керек. Ұры жалқау ала мысық сауған сүттен ұрлап ішіп, ет пен майға сыздап іші, ұйықтап жатыр құсылап түсіп, шиқ-шиқ-шиқ-шиқ дейді. Тышқандарды жалқау дейді, түк білмейтін аңқау дейді. Үлкендерді ұры дейді, балаларды мылқау дейді. Тышқандар осылай әндетіп, үй еденнің астын думандатып жіберді. Мұны мысық естіп шошып оянады да, тышқандардың мына әндерін естісе, қожайыным көзімді құртар деп қорқады. Мысық айлаға көшіп, сендер ойнап қуансын деп, қарны тойып жұбансын деп, ешқайсыңе тимеуші едім, зұлымдықты сүймеуші едім, мяу, мяу депті. Айтқаныма сене қойшы, маңдайынан иіскейін, балапандар келе қойшы, ешқайсыңа тиіспейін, мяу, мяу депті. Бұған тышқандардың кейбіреулер сеніп те қалады, бірақ кәрі тышқандар жағы сақтығын білдіріп, біз мысыққа сенбейміз, айтқанына көнбейміз, өтірікші ол, ұрлықшы, шақырса да келмейміз, шиқ-шиқ-шиқ дейді. Бұған әбден заланған мысық едендегі кішкене саңлауды аңдып жатып алыпты. Мысықтың иісін алыстан сезетін ересек тышқандар саңлауға жоламайды. Жаңа ғана жүгіріп ойнап жүрген бала тышқан саңлаудан қылтиып шыға бергенде мысық бас салыпты. Баласының мысықтың қолына түскенін білген ата тышқан, мысеке, баламды жіберіңіз, ертең сізге сыйлық беріп, барлық бала-шағамды сіздің үйге жібергелі отырмын депті. Рас айтасың ба, мяу дейді мысық. Рас айтам, мысеке, шиқ-шиқ дейді тышқан. Мысық сөздеріңде тұрыңдар деп аузын аша бергенде, бала тышқан зып етіп тақтайдың жарығын кіріп кетіпті. Баласын құтқарған тышқандар қара ниет ала мысық, жүрген қаймақ ұрлап ішіп, енді бізден шықпайды ешкім, отыр солай тісін қышып, шиқ-шиқ деп әнге басады. Мысықтың жалқаулығынан, тышқандардың еркінсінен мезі болған үй иесі бәрінің де көзін жоғалтыпты. Өйткені олар ұрлықпен күнін көріп жүргендер еді дейді. Сосын балық болған.